Ресей елін, террорист елі деп мойындасты деп қолдап келіп отыр. Біз Украин халқында іздеп сол жердегі журналистерді, телевидениені пайдаланып, өзіміздің жаңағы елдегі болып жатырған қырғын-соққынды айтып жатырмыз. Әрі мынау Қарақалпақ елінің көріп жатқан күндері, қиындықтары жөнінде. Қарақалпақта интернет өшірілді, шекара жабылды. Сөйтіп қазір туысқандары, шетелдер не жағдай болып жатқанын біле алмай отыр. Сол үшін бірігейік, бір болайық. Халық бірікпесе, бұл ұры билік, ұры жүйе қай жерде де өздерінің дегенін жасайды. Сол үшін олардың қолдарын байлап, халық бәрі бірігіп, ұры жүйені қай елде болмасын, сол Өзбекстанда, Қарақалпақстанда, Қазақстанда ұры жүйенің бәрін, Путиннің күшіктерінің бәрін құртпайынша бізге жақсы өмір жоқ. Сол үшін бәріміз бірігіп, Путиннің күшіктерін биліктен алып тастап, билікке өз батырымызды алып кеп, демократиялық жақсы өмірге бет бұрайық. Алға қазақ елі.